әзіл әңгіме жазылған бір кітапта. Бір кісі екі әйелі болған екен бір кісінің. Сөйтіп екеуіне бірдей мәміле жасайды. Яғни барлық нәрседе екеуіне бірдей мәміле жасаған. Мысалы, мынаған үйіне бір нәрсе алып барса, мынаның үйіне барған кезде тура сондай нәрсе алып барады. Яғни еш нәрседе екеуін бөліп жарып қарамаған. Сөйтіп бір күні екеуі бірден қайтыс болып қалды. Бір күнде екі әйел қайтыс болып қалды. Сонымен шығару керек үйден. Бірінші қайсысын шығарамын? Біріншісін шығарам ба, екіншісін шығарам ба? Ол зұлымдық болып кетпейді ме? Мынаны бірінші шығарып, мынаны екінші шығарып кешіктіріп, деп сөйтіп ойланып, уайымдап, сонымен дуалын бұзып, тағы бір есік істепті. Сөйтіп екеуін екі есіктен бірде шығарыпты. Ескі есіктен бәйбішесін, жаңа есіктен тоқалын деген сияқты. Сол күні түнде бәйбішесі түсіне кіріпті. Мен саған разы емеспін, тоқалыңды жаңа есіктен шығардың, мен ескі есіктен шығардым деп өкпесін айтып жатыр деп.